Қазан айының соңына қарай пісіп жетіле бастайтын жемістің бірі грек жаңғағы. Тұқымы Грекиядан әкелінгендіктен осылай аталып кетсе керек. Ғалымдардың пікірінше, күнделікті рационға жер жаңғақ, кешью және бразилиялық жаңғақтарды қосу арқылы жүрек дертіне шалдығу қаупін 30%-ға төмендетуге болады. Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода грек жаңғағының адам ағзасына қаншалықты пайдалы екеніне тоқталатын боламыз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдімін. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Жаңғақ бүйректі қуаттандырып, өкпені тазалап, ішекті дымқылдандырады және дене әлсіздігіне, бел сыздап ауырғанда, бас айналып, құлақ шыңылдағанда да пайдалы. Ол үшін жаңғақ дәнінен 600 грамм, қара бұрыштан 300 грамм талқандап, балға араластырып, күніне 2 рет ішеді. Қазіргідей күн суыта бастаған кезде балалардың тамақ жыбырлап жөтелетіні бар. Осындайда жаңғақтан дәрі жасап жіберсеңіз жақсы. 500 грамм ұнтақталған грек жаңғағының дәнімен 300 грамм бал, 100 грамм алоэ және 4 лимонның шырынын сұғу керек. Осыларды жақсылап араластырып, күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын балаға шай қасықпен беріп тұрсаңыз, жөтелді қуады, бронхиттің бетін қайтарады. Сонымен қоса, ағзаны жаулаған суықтан да арылады. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Сонымен бірге каналға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер және лайк пен қоңыршаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен бірге осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жүруді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Мамандардың айтуынша, жаңғақ дәнінің құрамында 77% май, 21% белок, 6% көмірсу, В1 витамині мен А провитамині бар. Одан бөлек 1000 микрограмм С витамині бар. Жаңғақтың суықтанудан болатын кеселдерді келмеске қуатына осы витаминдердің арқасы. Жаңғақ ми қызметін күшейтетін қасиетке ие. Күнде таңертең аш қарынға 1-2 дана жаңғақ жеп жүрген адам алғыр, зейінді болады деседі. Грек жаңғағының майын қабынуға қарсы, атеросклероз бен жүректің ишемиялық ауруына, тіпті қатерлі ісікке қарсы қолдануға болады. Ағзаны қалпына келтіруден алдына жан салмайтын бұл майды көптеген операциялар мен дерттерден кейін қолданса тіпті керемет. Терідегі алуан түрлі жара, күйік, тартылып, қабықтанбай жүрген үлкен жаралар мен терінің жарылу кезінде де жаңғақты езіп майын жағуға болады. Ал ұнтақталған дәнін балмен теңдей мөлшерде араластырып, күніне 3-4 рет 25-30 граммнан жеп жүрсе, баланың иммунитеті көтеріліп, күш-қуат береді. Ол жүкті әйелдерге, қан аз адамдарға өте пайдалы. Бұл қоспаны гипертония, анемия, атеросклероз, бүйрек, бауыр, асқазан, жүрек қан тамырлары ауруына, сондай-ақ еңбек пен ақыл-ой қабілетін арттыруға да қолдануға болады екен. Негізі жаңғақтың өзі ғана емес, жапырағы, жас тамыры, тіпті дән арасын бөліп тұрған жұқа қабырғасы да денсаулықты түзетуде таптырмас тұнба бола алады. Дегенмен осының бәрі де балмен араластырып жегінге жетпейді. Мысалы, кептіріліп, ұнтақталған жаңғақ дәнінің бір қасығын жарты литр суға салып, 1-2 минут қайнатып, бір тәулік тұндырып, күніне 30 граммнан 3 рет үзіліссіз 2 шай ішіп жүрген адам қант диабетінен айығады екен. Соңғы зерттеулер күніне жаңғақтың бір порциясын пайдалану жүрек ауруларына шалдығу қаупін едәуір қысқартатынын көрсетіп отыр. Сондай-ақ жаңғақтар онкологиялық аурулардың алдын алуда да 10% пайдасы бар. Зерттеушілердің пайымдауынша, жаңғақтың құрамындағы пайдалы заттар организмде холестериннен арылтуға көмектеседі, яғни түрлі дерттің пайда болу қаупін бәсеңдетеді. Сарапшылар жаңғақтарды көбірек пайдалануға кеңес береді. Грек жаңғағы көп жылдық жемісті өсімдік. Орта Азия мен Кавказда өседі.
сәуір айының ортасында гүлдеп, жемісі қыркүйекте піседі. Халық медицинасында оның тамырын, дәнін, қабығын, жапырағын көптеген ауруға ем етіп ертеден пайдаланып келеді. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.